73 жаста Жезқазған қаласынан келген науқас. Екі тізесінде МРТ бойынша деформацияланған гонартроз 3-4 дәреже, бірақ ол жақта 2 дәреже деп қате диагноз қойылған. Синовит, екі жақтан да субхондральды отек бар, субхондральды кисталары бар, және жанынан қараған кезде бурсит супрапапиллярлы, екіншісінде де дәл солай супрапапиллярлы бурсит, менисктері зақымдалған. Қайтып шығамыз. Бүгеміз. Жазамыз. Ішінде плазманы алып сүңгерсін. Буын қанағанша жүру деген осы, апай. Шыдамды болғанның да зияны бар, көрдіңіз ба? Жүре берген. Так, екеуі де деформацияланған гонартроз 3-4 дәреже. Менисктер зақымдалған, синовит, бурсит, субхондральды киста, отек. Жұмыс істедіңіз өзіңіз? Сол аяғы. Сол аяғы. Бүгіп, жазып. Жеңілдеп қалды. Жеңілдеді ма? Енді оң аяқта. Жеңіл болып қалды. Бірала белгі беріп жатыр. Беліңіз деген енді аяқтан кейін емдейміз. Ауыр болып көреді бәрі.